Ассалаумағалейкум достар. Жаңа ғана Жәнібек Әлімханұлы Андрей Михайлович жекпе-жегі аяқталды. Қазспорт арнасында тікелей эфирде комментатор болдым. Міне енді сол жекпе-жекті қорытындылау үшін осы жерге келіп отырмын. Оған дейін бір-екі ауыз сөз канал жайлы айтып кетейін. Мен шыны керек, бұндай қызығушылық болады деп күтпедім. Әрі кетсе 200-300 оқырман жинап, сол 200-300 қаралым жинасам жеткілікті деп іште ойлаған, сондай бір мақсатпен, жоспармен бастаған. Менің бір өзімнің блогым ғана болсын деп, бірақ қазірдің өзінде 700 оқырманның маңайында жазылыпты. Жәнібекке арналған видео 10 мыңға дейін шығып кетті. Қаралым Диар Нұрғожа жайлы 2 видео шықты, екеуі де мен күткеннен әлде көп қаралым жинаған екен. Демек, бұл жұрттың, халықтың тарапынан қызығушылық бар деген сөз, мен жасап жатқан дүниеге сұраныс бар деген сөз. Сіздер жазылып жатсыздар, комментарий жазып жатсыздар. Бұл әрине мен үшін бір мотивация, ынталандырады мені кәдімгідей. Шынымен де сол бұрыннан бері ерініп жүр едім осы істі бастауға. Кішкене өкініп қалдым, іште ертерек бастау керек пе еді. Бірақ ештен кеш жақсы демекші. Бастап отырмын. Сіздердің қолдауларыңызға рахмет. Кім әлі менің YouTube арнама жазылмады, жазылып отырыңыздар. Кім мені танымайды, таныса отырайық. Мадиев Исатай, бокс және ММА комментаторы. Тұрақты түрде Октагон, Алаш Прайд лигаларында жұмыс жасаймын. Одан бөлек Қазспорт арнасында жекпе-жек түрлерінен комментатормын. Жәнібек Әлімханұлына келетін болсақ, жаңа ғана аяқталған жекпе-жек, жаңа жоғарыда айттым, 9-шы раундта техникалық нокаут тіркелді. Жалпы енді бұған дейінгі талдау барысында айтқан болатын, Жәнібек Әлімханұлына факторлар көп, біздің спортшыға қарсы, және 1-2 күн қалғанда бұның барлығы растала бастады. Промоутер сөйтіпті, бүйтіпті. Жәнібектің өзі де кеш келген, оған қоса бір айдан аз уақыт дайындалған. Сол себепті Австралияға барып акклиматизация өту үшін тағы бір апта 10 күннің уақыты керек. Ол дайындық қысқарады деген сөз мына жақта Қазақстанда. Сол себепті тұспа-тұс келейін деген екен. Онда тұрған ештеңе жоқ. Негізі егер акклиматизация аз болса, солай 1 күн 2 күн қалғанда келген жақсы деп көптеген кәсіпқой спортшыларды айтады. Егер акклимация уақыт болмаса, онда солай прям тақалғанда ғана келу керек та. Организм ол кезде әлі жергілікті уақытқа реакция беріп үлгермейді, былайша айтқанда. Жекпе-жекті қорытындылайтын болсақ, жалпы бұл айқаста не болды деп айтатын болсақ, Михайловичтің таңдаған тактикасы мүмкін тактикалардың арасында ең дұрысы шығар. Өйткені енді өткен видеода естеріңізге болса айттық, Жәнібек Әлімханұлы мектеп көрген боксшы, бокс мектебін көрген спортшы, ол деңгейі әлдеқайда жоғары атлет, бұны барлығы да түсініп отыр. Сол себепті техникамен ала алмайды екенсің, айламен алуға тырысты. Андрей Михайлович байқаған боларсыздар, мысалы жекпе-жек басталмай жатып, әнұрандар шырқап жатқан кезде жаттықтырушысы Михайловичті бүйтіп желкесінен ұстап бірдеңе көрсетіп отыр. Сонда ойлап едім, мұны не деп айтып отыр екен, не болды деп. Сосын жекпе-жек басталғанда түсіндім не меңзеген. Олардың мақсаты клинч, яғни лас бокс жасау, желкеден ұру әрдайым, және желкеден бүйтіп ұстап тартып отыру әрдайым көрдіңіз. Сонда адам алғы былай бүккен кезде, тартқан кезде қайрадан белін жетеді ғой. Оның аяқ жұмыс жасайды, бел жұмыс жасайды. Ол көп энергияны қажет ететін, тез шаршататын дүниелер. Сондай дүние арқылы, мысалы, олар біледі да, мысалы, Әлімханұлының толық лагерден өтпегенін, толық дайын емес екенін біледі. Функционалдыққа дейін қойды. Бірақ бұл жерде қалай дегенмен класс өте маңызды рөл атқарды. Жәнібек Әлімханұлының боксшы ретінде деңгейі әлдеқайда жоғары, және маған ұнағаны Жәнібек эмоцияға берілген жоқ, өте салқынқанды болды. Екінші раундта шыны керек, тіпті мерзімнен бұрын ұтуға да мүмкіншілік болды, бірақ соның өзіне де асықпады. Бұлай жүйелі түрде, кәдімгідей әр раунд сайын сабай бер, тұра бер түбі білді да. Сол оны кейін түсініп отырмыз, енді жекпе-жек аяқталғаннан кейін. Түбі Жәнібек сезіп тұрды. Мен соңғы раундтарға қарай бұның саудасын бітірем, алысқа шаппайды деген сияқты. Бірақ сосын тағы да бір айта кетерім, мен комментатор ретінде енді жекпе-жектен эмоция алмағалы, осындай эмоция алмағалы біраз болып қалды. Бұл да бірден турнир аяқталған кезде, жекпе-жек аяқталған кезде ескерген нәрсе. Тактикасы оң нәтиже берді. Бұның барлығын
минустарды ескерейік. Қандай минустар болды? Кеш келді, бұл үлкен тәуекел, аз дайындалды, бұрышында ешқандай жаттықтырушысы жоқ, ағасы кім, Берік Сұлтан жүр, сосын біз білмейтін бір маман, ол сол жергілікті маман болуы мүмкін, аяқ астынан шыға сол, және менеджері Эгис Климас болды. Яғни ешқандай лагерьсіз келіп, тек қана өзінің бір сол талай жылдар бойы бокста жинаған тәжірибесінің арқасында ғана бұл жекпе-жекті алып шықты деуге болады. Енді түсініп отырсыздар, жалпы жүйе бұл жерде бокстың, кәсіпқой бокстың жүйесі осында. Егер ешкімге қызық болмасаң, онда промоутеріңді сені бүйтіп бір жерге лақтыра салуы мүмкін, бірақ бұл жолы тәуба аман-есен шықты, титулын қорғады. Жәнібек Әлімханұлы тағы да бірнеше факторлар бар. Сол екінші раундтағы нокдаун жайлы кішкене толығырақ талқылайтын болсақ, менің ойымша ана жерде рефери сәл көп уақыт беріп қойған сияқты. Ол бір. Екіншіден есеп санап жатқан кезде бүйтіп канаттарды ұстап тұрды. 7-8 деп есептеп жатқан кезде ол қатаң ереже бұзу. Ол боксшы қолдарын өзінде ұстау керек, және бар түрмен жекпе-жекті жалғастыруға дайын екенін көрсету керек та. Сосын ана жерде бір 2-3 секундтай уақыт қалды. Әлі де 10-ға дейін санады ма, әлі жекпе-жектің 2-3 секунд уақыты қалды. Сол жерде не үшін үзіліс болды, ол да түсініксіз. Кішкене рефери көмектесіп уақытсыз жүрген сияқты болып көрінді. Бәлкім бұл менің ғана сондай бір тырнақ астынан кіріздеп отырған болуы мүмкін. Сосын бұл жерде әдейі мен түртіп қағазға жазып отырдым турнир барысында. Тактикасын айттық, желкеден ұруды айттық, екінші раундтағы нокдаунды айттық. Сосын әнұранда бұл осындай бір теория әрине. Әнұранда мен түсінуімше сондай бір психологиялық шабуыл болуы мүмкін. Өйткені бокста ондай дүние көп. Негізі спортшылар бір-бірін өте жақсы зерттейді, әсіресе менеджерлер, тіпті мемлекеттің саясатқа дейін, ішкі бір саяси әлеуметтік процестерге дейін зерттеуі мүмкін. Трэш-ток жасау кезінде қолдануы мүмкін. Яғни психологиялық шабуыл кезінде бұл жерде де көрдіңіздер ме? Ең маңызды сәт, міне сенің әнұранды шырқайын деп тұр, олар алады да басқа әнұранды тығып жібереді, ескі әнұранды тығып жібереді. Әрине бұл жерде эмоциялық мынандай бір тепе-теңдіктен шығып кетуі мүмкін да. Мен мысал келтірейін, ММА-де бір жақсы танысым бар. Қазақ жігіті осылай жекпе-жекке шығайын деп жатқанда оған алады да, өзінің бір үйреншікті музыкасы бар еді, сол әуенмен шығатын. Оған апарады да шешендердің бір музыкасын қойып қояды. Ол ана жерде жынданып, қобалжып, тепе-теңдік сақтай алмай, эмоцияға беріліп кетеді, жекпе-жекке шықпай жатып, міне бара жатыр да, барлығын бұзып жібереді да. Сосын жекпе-жекке шығып, бас айналып, не істеп, не қойғанын білмей, қателіктің үстіне қателік жүріп ұтылып қалды мысалы. Ондай эмоционалдық тепе-теңдіктен шығару бір психологиялық шабуыл тәсілдерінің бірі. Менің ойымша Андрей Михайловичтің тарапынан, командасының тарапынан сондай бір психологиялық шабуыл болуы мүмкін. Бірақ маған ұнағаны Жәнібек Әлімханұлы психологиялық тепе-теңдікті масқара ұстады. Әсіресе конференция болды ғой, неде? Конференция емес, жергілікті телеарнада көрген боласыздар. Командалар кездесіп, баспасөз мәслихат сияқты өткізді. Сол кезде мен сені о дүниеге аттандырамын, сөйтем, бүйтем деген кезде міне түрі мынандай. Былқ еткен жоқ, бір жымиды да қойды. Ең көп уайымдаған нәрсе сол. Жәнібек Әлімханұлы психологиялық тепе-теңдікті сақтай ала ма? Өйткені промоутер, былайша айтқанда, өткенде де промоутер қандай махинация жасаған. Кім көрмеген адам болса, онда сол видеоны табыңыздар, менің арнамда қарап шығуларыңызға болады. Сол жерде барлығы толықтай баяндалған. Мына жақта дұрыс лагері өтпеген, одан қоса тағы да салмақ, жекпе-жек күні салмақ рәсімнен өту керек деген сияқты тағысын толып отыр. Сол факторлардың бәрі негізі кез келген адамды психологиялық тепе-теңдіктен шығарып жіберуі мүмкін. Бірақ Жәнібек былқ еткен жоқ, және мен үшін мен былай деп ойлаймын, жалпы бұл чемпионға өте бір маңызды, қажетті тәжірибе болды. Басқа елге барып, сондай бір жағдайға тап болып, қиыншылық көру. Енді былай айтайық, Әлімханұлы толық кәдімгі лагерден өтіп, кәдімгідей бабында болса, қасында жаттықтырушылары болса, өзіне бір ыңғайлы елді мекенде жұдырықтаса, Андрей Михайловичті 2 раундта бітірер еді. 2 раундтың жұмысы. Өйткені боксшы ретінде класстар әртүрлі. Бірақ осындай кері тартпа факторлар екеуінің кішкене жағдайын теңестірді. Бірақ Хабиб Нурмагомедов айтпақшы, в этой игре есть уровни. Қалай дегенмен класс бұл жерде шешуші рөл атқарды.
Сосын мен бір таңғалғаным, төрешілердің карточкасын көрдім, және төрешілердің бұрмалауы болмапты. Кәдімгідей объективті түрде төрешілік жүргізген, тым болмағанда соғанда рахмет дедік. Бірақ пәледен аулақ, төрешілердің шешіміне жеткізбегеніне рахмет. Ендігі қадамы қандай болмақ? Жәнібек Әлімханұлын ары қарай талқылайтын болсақ, айту қиын. Өзі жекпе-жектен кейін интервьюінде айтты, не Лара, не Адамс деді. Эрисланди Лара, Карлос Адамс, оны түсінеміз, бұл чемпиондар бұл салмақтағы. Бірақ бұл екі жігіт бәсекелес ұжымда жүр. Бұл Prime Boxing Championship, және ол жақтан тартып алу қиын болады. Үлкен ақша ғана ол жерде болса, әртүрлі бәсекелес ұжымдар бірігіп жекпе-жекті өткізеді. Ал бұл жерде Жәнібекті қойып, Карлос Адамс да, Эрисланди Лара да өкінішке қарай сондай бір керемет ақшаның генераторы, жұлдыздар емес. Сондықтан болашақ бұлыңғыр, шыны керек. Бірақ менің ойымша Жәнібектің шынымен де бокс жұлдызына айналуға бір ғана жолы бар. Бұны Жәнібектің өзі де біліп отыр. Бұл абсолютті чемпион атану. Сондықтан сол бір жерден барып ұра беру керек. Лара мен Адамсты жекпе-жекке шығаруының амалын іздеу керек. Одан бөлек мына жалпы орта салмақта қазір тоқырау бар. Өйткені Головкин Альварес кезеңі бітті. Қазір жаңа бір әлі толқын пайда болған жоқ. Ол әрдайым солай. Мысалы Головкин Альвареске дейін де бір тоқырау болды. Ал олардың алдында орта салмақта Бернард Хопкинс, Оскар де ла Хойя, Рой Джонс болды. Олардың дәуірі өтті, кішігірім. Одан кейін тоқырау болды. Сосын міне Альварес Головкиндер келді. Бұлардан кейін тоқырау, сосын Жәнібектерден кейін тағы біреу келеді. Жәнібек сондай бір өте жақсы кезеңге келіп тұрды. Қолынан 4 белбеуді жинап алу, бір қол астында біріктіру келеді. Бірақ бұл жерде бокстың сондай бір бюрократиясы бар екенін білесіздер. Бұл жерде мүдделердің қақтығысы көп, сондықтан бұл бағытта жылжу керек. Бірақ Бопарум атамыз мұндай жекпе-жектерді жасап бере ме, бермейді ме, білмеймін. Сондықтан әзірше Жәнібек Әлімханның болашағын болжау өте қиын. Бір бәлкім Сауд Арабиясында жекпе-жектер өткізіп қала ма. Алдағы уақытта көре жатармыз. Осындай менің ойым, жекпе-жектен кейін қорытынды осындай. Сіздер де өз ойларыңызды жаза отырыңыздар. Жекпе-жектен қандай әсер алдыңыздар? Жалпы қандай ойларыңыз бар? Жәнібек Әлімханұлының болашағы қандай болмақ деген сияқты.